дерт. Мысалы, көпшілігіміз таң намазына ұйықтап қалсақ, сосын сұрақ болса, неге мен ұйықтап қала берем? Дерт біреу ол жерде. Таң намазы маған уайым емес. Уайым емес ол. Егер ол уайым болса, мүмкін емес тұрмау адамның. Ол уайым емес. Ол уайым болмағандықтан мен жатар алдында телефонды қарап атам. Сол ұйқым келгенге дейін қараймын дейік. Сосын ұйықтадым. Не бисмилля жоқ, не жаңағы мені өліп қалсам жанымды осылай істе дұғалар жоқ. Уайым жоқ. Сол әрбір нәрсенің өзегі болады да. Біреуді кешіре алмай тұрсың. Неге кешіре алмай тұрсың? Өйткені мен деген ұғымың жібермей тұр. Мен деген ұғымнан әлі жиіркенуді үйренбепсің. Ол ұғым жұмыс жасаған көкірекпен Алла тағалаға жақындау мүмкін емес. Өйткені ол тәкаппарлықты сүймейді. А мен сүйем деген нәрсе тұр. Әлі де тұра тұрсыншы деген нәрсе тұр. Әрбір нәрсе дерттің өзі бір дерт болады өзі. Сол дерт өзегін таппасаң, оның емі келмейді. Емі келмейді. Жаңағы жерде де мысалы мен таң намазын ұйықтап қала берем деген кезде, мысалы біреу сізге емін былай беру мүмкін. Сен жаңағыдай ертерек жат жақсы. Мысалы жаңағыдай сен сұрап дұғаларың жасап, сөйтіп жат дегендей нәрсе. Бәрі ұйықтап қалуы мүмкін ол. Ерте жатқан адамды ұйықтап қалуы мүмкін. Қанша дұға айтқан адамды ұйықтап қалуы мүмкін кейде. Неге қай уақытта оның дұғасы несі жаңа ерте жатып, егер ол уайыммен араласып кетсе ол тұрады. Соқтан негізгі нәрсе уайымда. Сол уайым деген нәрсе тұрмайды. А неге бұлар Құранға қарсы келе береді? Неге пайғамбарымызға тисе береді? Неге пайғамбарымыз саллаллаху туралы жала сөйлейді? Неге оны бұқаралық ақпаратқа барып таратады? Неге? Алла тағала айтады, дерт мына жерде жатыр дейді. Қандай дерт ол? Бәл, турасын айтқанда дейді, қорыта келгенде, нақты айтқанда дейді. Бірақ қана дерт тұр. Не? Кәззәбу бис-саға, қиямет сағатын өтірікке шығарғандар дейді. Қиямет сағатын өтірікке шығарған адам, ол енді дүниенің адамы болып өмір сүреді болды. Енді ода бұл дүниеден басқа түпкі мақсат болмайды. Ол осы дүниені шегіне жету үшін ол адалдық па, жаңағыдай арамдық па, аферистік па, ол күллі құралдарды пайдаланады. Ол өйткені жету керек та сол дүниеде. Өйткені дүние деген нәрсе сондай оңбаған нәрсе, асылы. Алла тағала бізді сол жерге кіргізгенмен, мына дүниеде пайғамбарымыз саллаллаху айтқандай, инна дуния малғуна, бұл дүние Алланың батасын алмаған дейді, сынақ майданы. Бұл жерде қиянат та жасалады. Көрдіңіз бе? Біреу адалдық жасайды, қиянат та жасалып жатады, жамандықтар жасалып жатады, кісі өлтіріліп жатады. Қарап тұрсаңыз, өсектер жасалып жатады. Кінәсіз адамды тағы бір жерге қарай қиындыққа душар еткізіліп жатады. Қараңыз қандай нәрсе сипаты. Кім бұл дүниеде ақыретке деген иманмен өмір сүрсе, егер бір ел ақыретке деген иманмен өмір сүрсе, жаңағы ауылдың бәрі гүлденеді.